Қайырлы күн қазақ елі. 4-5 күн болып қалды ғой, мына Магнумға қазақтардың жаппай бойкот жасап, алғаш рет, тұңғыш рет қазақ жерінде тұрып, қазақтың тілін менсінбей, қазақтың тарихын, қазақтың өзін қорлаған сияқты символға айналған акция болып тұр ғой. Сондықтан бүгін әлеуметтік желіден Магнум басшыларының атынан соның бір топ менеджері дейді, қазақ жігіт сөйлеп кешірім сұрады. Әрине, кешірім сұрағаны дұрыс. Оны ушықтырмай сол күні-ақ істейтін адамдар ғой. Соншама бүкіл халықтың жаңағы резонансына ие болмай. Не деймін? Оның үстіне жаңағы қазақ жігітінің жұмыстан шығарылды ғой, енді сол қазақша сөйле деп айтқан үшін. Қазаққа қазақша сөйлеңіз деп, қазақ тілін білетін адамға қазақша сөйлеңізші деп айтқаны үшін оны жұмыстан шығарып жерген болатын. Енді не дейміз? Енді сол клиенті болған жаңағы өзі қазақша білетін жігіт екеуі табысып, қайтадан ана жұмыстан шығарып жерген адамды қайтып тауып алған, екеуі бірге хабар жасады. Біз табыстық, біз осылай, енді ешқандай арамызда конфликт жоқ деп. Бір баланың тірлігі ойыны сияқты. Или кейде бір 2 жас ұрысып жатса, әйелі мен күйеу екеуіне, сонда қазақтың айтатыны бар үлкендердің: ей, отбасы, онда арасында түспеңдер, ертең өздерің дурак болып қаласыңдар деп. Алдында бір-бірін ұрысып қалып, кейін екеуі жаңағы құшақтасып бір төсекке жатқасын барлық ашу тарқайды ғой. Дәл сондай сияқты болып тұр мына тірлік. Бүкіл қазақты соншама көрші ел оған мемлекеттік думасының өзі шулап, ана орысқа деген шығын не жасап жатыр деп, жаңағы қаскөйлік жасап жатыр қазақтар деп. Қанша неше түрлі сөздер айтылып жатыр. Сондықтан енді бұдан кейін бұндай нәрсеге ұлтқа, ұлттың тағдырына, тарихына байланысты жаңа резонанс туғызатын мәселелерге абай болу керек сияқты. Ол шынында да ойыншық емес қой. Оның үстіне айтылып жатыр, Магнумда қанша мың қазақтардың өздері жұмыс істейді деп, сол не болады деп. Сондықтан айтарым, бірінші, міне енді өздері табысты, өздері. Бірақ бұл акция нені көрсетті? Бұл акция қазақ өз жерінде өзінің идеологиялық тұрғыдан өзінің мүддесін қорғай алады, егер басы біріксе деген нәрсені көрсетіп тұр. Сондықтан енді ары қарай халық өз шешсін, бойкотты аяғына дейін ұстайды ма, ұстамайды ма білмеймін. Мен қазір оған ешқандай айта алмаймын. Бірақ Магнумның басшыларының әйтеуір естерін жинап, өздері келіп халықтан сұрамаса да, қазақтан кешірім сұрамаса да, әйтеуір ішінде қазақша сөйлейтін бір жігіт келіп солардың атынан сөйлеп отыр. Не деймін? От бір тұсам спичка дейміз ғой, күкірт, содан да тұтана салады. От әшейін жолда кетіп бара жатып темекісін тастаса, содан да тұтана салады. Сондықтан айтарым, мынау бұдан бұлай енді әйтеуір Құдай өзі сақтасын. Мына бұндай нәрсемен ойнамайық. Жақсы, қазақ аман болсын, еліміз тыныш болсын. Қош, сау болыңыздар. Жол сапарда жүрмін.